Балалар, біз бүгін қазақтың ұлттық ойындарымен танысамыз. Сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Асық ату. Жарайсыңдар. Балалар, біз соның ішінде асық ату ойыны, яғни қанталапай деген ойынды ойнаймыз. Ойнаймыз ба? Кәнекей балалар, ол үшін асықтарды тігеміз бір тізбекке. Балалар, бұл ойынның ережесі асықтарды бір тізбектің бойына тіземіз де, соны балалар былайынан тұрып алып, мына жерден тұрып, оны атамыз былайынан. Талапай ойыны сендерге ұнады ма? Бүгінгі біздің ойында ең ерекше ойын көрсеткен Ернұр. Кәне Ернұр орнына тұрамыз, кәне бәріміз қол шапалақтаймыз. Бүгінгі біздің қанталапай ойынның жеңімпазы Ернұр. Ернұр, сенің керемет ойын көрсеткенің үшін мына алтын сақа асықты саған сыйлыққа беремін.